Бимен, балаң шағынан аттың жалын тартып мініп, көкпар тартқан бағылан, талай додаларда оза шапқан оғылан. Бірақта машина алғаным жоқ. Алла қаласа ойда бар енді. Осы жол көлік алам деп келдіңіз ғой енді, я сонда? Бәлкім солайда болар. Өйткені ол болашақ жарына сырға салу салтымен сапарға кетіп бара жатқанда, жоба үшін үйленуді кейінге қалдырыпты. Бала белде, әйел жолда деген сияқты болады. Не десек те Иман Жүсіптің әнін иін қандыра орындады. Мен жасымды жігіттер топтан астын, мен сіңген талайдың көмірін астын. Даланы анан жаспен суарған, бұл далада атам қолға туалған, бұл далаға жылап келіп уанғам, бұл даланы көріп алғаш қуанғам, бұл далада өскен жанда жоқ арман. Қарағанды боз қасқаным, айтылсын өз әуенім, өз дастаным. Қасымның топырағында туылған соң, Қасымның әуенімен сөз бастадым. Бісміллах сөз атасы Құран кәрім, адам боп адал болу ол арманым. Санаттай сырғақ мынау дүнияда, бәріміз құлымыз ғой бір Алланың. Босаға аудым саған адаларын, құтты өлке мекені ғой даналардың. Әр қатам ерағы бай арыстандай, теңдессіз тектілерден тарағанмын. Жігіттік тұла бойға қанмен келді, шырқаған Мәди баба мәнмен келді. Ат баптап ит жүгірту бол бір ісім, күрессем аямаспын жанмен терді. Жеткен соң құлағыма назы көптің, жаныма әділдікті азық еттім. Заңгерлік мамандығын оқып бүгін, әділдік жолын қудым қазып ектім. Кәркештің Алтай деген ұлы менмін, Алашқа жырымдарына әбел еттім.